Ал егер өзін ақтамайтын болса, біздегі талап жаңа ғой, егер компания өзін ақтамайтын болса, пожалуйста, тәуекелге тағы да басқаға берсін, орын босатсын. Кетсін! Сигма кетсін! Неге де қарасаңыздар, ана Сигманың несі бәрі іштеп отыр. Бәрі сыртқа шығарып, үшеде сөйлесейік. Мен Қарасай ауданы прокурорының орынбасары болып. Жана іште жартымыз отырдық. Жартыларымыз кірмедік, талабыңыздан естідік, тыңдадық. Қандай жана не деп жатыр? Білмейді ғой нау әлі. Түсінбеді ғой әлі. Сіздердің талабыңызды біз өз тарапымызда, прокуратура тарапынан талдау жасаймыз. Монополия басқармасында Монополия деген посредник қой. сол бәрін анықтаймыз, бәрін талап-арыздарыңызды жазып алдық. Қазір бүйтіп, Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мына осы топта бар, және халықтың артынан, біз анда кіргенде аз адам болды. Біз мынандай талап қойдық. Сигма мына газдың бағасын қымбаттады, халықтың біздің қалтаға кірді, халықтың сүйегіне өтті. Ол басқара нәрсе, қыстың қырауында осындай жасап отыр. Содан кейін Сигма жаңағы ана қосқан кезде бұл айтады, адам аз, оператор көбейсе баға түседі дейді. Өз қосқан подключениесі қымбат қой. Сол қымбат, тағы да бір нелері бар, тағы да өзінің ішіндегі несі бар. Соныменен сөздің тоқтау, Сигма кетсін бізден. Басқа оператор келсін дедік. Прокурор мырзамыз жазып алды талаптарымызды. Енді осыған біз жауап күтеміз. Қанша уақытта ағайын, енді табыстайық. Бәріміз жиналдық, енді бір-бірімізді естейік, тыңдайық. Бізде жаңа айттым ғой, Қарасай ауданы прокурорының орынбасары Жаманбек Асланбек. 24 теңгеге түсірім. Газдың айырмашылығы ғой енді. Шамалғанда 34 теңге, жаңағы Каскелеңде 26 теңге, жаңа Жамбыл ауданында 26 теңге. Қарғалыда. Сонда осы мәселені түгел көтердік. Түгел көтердік барлығын анықтадық. Қанша теңгеге, не себепті қымбат екенін. Бұл мекеме антимонопольный комитеттен барлық бағаны бекітіп алған бізге 34 теңгені. Бұдан артық түсіре алмайын дейді. Бұл үгітішін дейді. Қазақша өзімізді ақтамайды. Тыңдаңыздар. Тыңдаңыздар дейді. Қалай? Айтып отырмын ғой. Мен өзім, сіздер жағында, мен ауданда Аманат партиясының атқарушы жұмыс қызмет істеймін. Мен тыңдаңыздар. Міне, біз тура осындай вопрос көтерілді жаңа жерде. Қалай, тыңдайықшы? Тыңдап тұрмаз, айта бер. Тыңдаңыздар. Мына ойда сөзді жаңа тыңдаушысы жоқ болса сөз жетімдей. Шындықта? Тыңдаңыздар. Содан мен жаңағы Сигманың басшысының айтқан сөзін айтып тұрмын сізден. Ұмыт ішінде бар. Тыңдаңыздар. Енді арғартай. Дайте рассказать свои мысли. Арғаратай, сосын осы мәселе бойынша өткенде бізде аудан